Спорт адам өміріндегі керемет көріністердің бірі болып табылады. Әсіресе экстремалды спорт түрлері, жылдамдық, құмарлық, қауіп-қатердің дәмін татқан адамдар жыл сайын экстремалды спорттың жаңа түрлерін ойлап тауып жатады. Бүгінгі біздің қызықты 5 айдарымызда сіздерге экстремалды спорт түрлері жайында айтып береміз. Каякинг экстремалды спорттардың ішінде ең қауіпті болып саналады. Әдетте каякингпен айналысатын спортсмендер ағыны жылдам өзендерді таңдайды. Олардың жолдарында қауіпті тасқындар мен сарқырамалар кездесуі мүмкін. Каякинг жоғары деңгейдегі шеберлікті және жоғары дәрежедегі дайындықты қажет ететін спорт түрі. Спортсмендер каяк немесе каноэ қайықтарының бірін қолданады және құтқару жилеттері мен бас жарақатын алмау үшін каска киіп қатысуы міндетті. Фрирайд сноуборд немесе шаңғыда сырғанаудың түрі. Оның ерекшелігі сырғанауға арналмаған жерлерді пайдалану. Әсіресе хелибордингпен айналысатын шаңғышылар өз өмірін үлкен қатерге тігеді. Хелибординг шаңғышыларды вертолет арқылы қарлы таулардың үстіне тастайды. Осы сәттен бастап шаңғышы өзі жалғыз. Әрине, бұл өте қауіпті. Себебі таныс емес жерде сырғанаудың кесірінен шаңғышы жардан ұшып кетуі мүмкін. Ең үлкен қауіп көшкін қатері. Алайда осыған қарамастан, шаңғышылардың пайымдауынша адам аяғы баспаған қардың үстінде шаңғы өзінің барлық мүмкіндіктерін ашатын көрінеді. Слэклайнинг, басқаша атауы арқанның үстімен жүру. Біздің осыған дейінгі айтқан спорт түрлерінде белсенділікті өте көп қажет ететін, алайда слэклайнингте емес. Спортсмен арнайы нейлондық арқандардың үстімен тепе-теңдікті сақтай отырып бір беттен келесі бетке жүріп өтуі керек. Олар әртүрлі биіктіктерде және орындарда өтуі мүмкін. Бір жартас пен екінші жартастың арасында немесе биік екі ғимараттың арасында. Әдетте слэклайнерлер өз қауіпсіздіктері үшін сақтандыру белдіктерін тағып жүреді. Бірақ нағыз жүрек жұтқандар тек өз шеберліктеріне сүйеніп, сақтандыру белдіктерін тақпайды. Әрбір адам баласы өмірінде бір рет болсын құс сияқты ұшуды армандаған болар. Парашютпен секіру спортының алуан түрі бар. Соның ішінде вингсют костюмын білікті қолданатын спортсмендерден көз алмай, таңдана қарай беруге болады. Қанаты бар костюмды ойлап табудың еш қиындығы жоқ сияқты көрінгенімен, ең бірінші сәтті нұсқасы 1990 жылдың ортасында жасап шығарылған. Оған дейінгі костюмды ойлап таппақшы болған 75 адамның басым көпшілігі соның кесірінен мерт болды. Тіпті өлім саны көбейгендіктен 1950 жылы Америка парашют федерациясы бұл костюмдерді сынақтан өткізуге тыйым салды. Қазіргі таңда бұл костюмдерді парашютпен секіретін спортсмендер жаппай қолданып жатыр. Әсіресе биік таулы жартастардың үстінен секіріп, жерге жақын арақашықтықта ұшып өтетіндері таң қалдырады. Алайда осының барлығына қарамастан, бұл спорт түрі әлі күнге дейін ең қауіпті болып саналады. Су асты әлемі адам баласы үшін әлі күнге дейін толығымен ашыла қойған жоқ. Алайда кейвдайвингпен айналысатын спортсмендер су асты өмірі жайлы әлдеқайда көп біледі. Кейвдайвинг су асты үңгірлерінің ішінде жүзудің ерекше түрі, және бұл спорт түрі қарапайым дайвингтен қарағанда экстремалды болып саналады. Себебі үңгір ішімен жүзу барысында су бетіне бірден жүзіп шығу мүмкін емес. Оған қоса су асты үңгіріндегі лабиринттердің ішінде оңай адасып қалуға болады. Бірақ осының барлығына қарамастан, бұл спорт түрі жылдан жылға өз танымалдылығын жинап келе жатыр. Бұл экстремалды спорт түрлері адам өміріне үлкен қауіп туғызатындығына қарамастан, адамдар экстремалды спортқа деген қызығушылығын тоқтатар емес. Керісінше, адреналин атты есірткінің дәмін татқандар, оны сезінудің жаңа жолдарын іздеуін тоқтатпайды. Егер бұл видео 200 лайк жинаса, экстремалды спорт түрлерінің екінші бөлімін жасауға уәде береміз. Ал қазірше біздің су жайында және Үндістан елі жайында жасаған шығарылымды қарауға кеңес беремін.